Дүниенің қай мемлекетіне барсаңыз да, Қазақстанның ұны десеңіз, ол номер бірінші болып тұр. жылдың 15 наурызында біздің бұрынғы басшымыз денсаулығына байланысты өзінің туған елі Түркияның азаматы болатын, еліне қайтам деп шешім шығарып, біз жаңағы досымыз, серіктесіміз Алиев Қайырбек Жетісбайұлы екеуміз осы компанияны 50-50 сатып алып қалған жағдайымыз бар. Енді осы компанияда қазіргі таңда бізде 3 үлкен ірі диірменіміз бар. Күнде 500 тонна бидай тартамыз, 400 тонна таза дайын өнім ұн шығарамыз. Ол біздің бірінші бағдарымыз. Екінші бағдарымыз біз 2008 жылы құрғақ құрылыс қоспалары зауыты құрылған болатын. Ол да әрине тоқтап тұрған. Осы 2011 жылдан бастап ол зауытты да біз іске қостық. Мутлу гипс деген жаңа атпен брендпен қазір Қазақстанға, Қырғызстанға, осы жақын аумақтарға танылып жатқан жағдай бар. Үшінші біздің бағдарымыз, осы біздің компаниямызда жер асты мынау картоп, жеміс-жидек сақтау қоймалары қалған болатын. Сол қоймаларды ақырындап жөндеп, қазіргі таңда қайтадан іске қосып жатырмыз. Қиыншылықсыз бизнес болмайды. Өмір болғаннан кейін ауырды, жеңілі де болады. Қиыншылықтар 2011 жылы біз осы компанияны жаңадан сатып алған кез, ол кезде қаржы тапшылығы болды. Компанияны бізге ешкім тегін беріп кеткен жоқ. Аз ақша емес. Құрал-саймандардың бәрі ескірген, өнімнің сапасы кішкене төмендеген. Мынау жаңағы құрғақ құрылыс қоспалары зауыты түгелдей жаңағы құрал-саймандары кезінде істен шыққан, ескірген, күйінде алдық шыны керек біз осы компанияны. Банктермен келісіп жатып, тағы да біз қосымша қаржы алып, сөйтіп жатып осы компанияны қайтадан құрал-саймандарын ауыстырып, жаңартып, өзіміздің жаңағы бизнес жоспарымызды жасап, мынау Мутлу компаниясының сол уақыттағы тығырықтан шығатын жаңа жол картасын есептеп жаңағы шығарып, сол ұстаныммен міне 7,5 жыл болды. 7,5 жылда біз осы Қазақстанның диірмендерінің соңғы жағында болсақ, қазіргі таңда біз компанияның Қазақстандағы ірі диірменшілердің бір алғашқы 10-ына кірген жағдайымыз бар. 10-ға кіру оңай емес. Біздің Қазақстанда 350 ірі ұн шығаратын кәсіпорын бар. Жылына Қазақстан диірменшілері 5,5 миллион тонна бидайды біз өңдейміз. 5,5 миллион тонна бидайдан 4 миллионнан аса ұн шығады таза. Сол 4 миллионнан аса шыққан ұнның 1,3 миллион тоннасы ол өзіміздің еліміз Қазақстанның ішкі талабына жаңағы нарықта сатылады. Енді одан қалған жаңағы артылып жатқаны 3 миллион тоннаға жақын, жаңағы 2,8 миллион тоннадай ұн сыртқы нарықтарға сатылып жатыр қазір. Ең көп біздің Қазақстанның қазір ұнын тұтынатын мемлекет ол Ауғанстан мемлекеті. Ертеректе Өзбекстан болатын, Тәжікстан болатын, Қырғызстан болатын, Түркменстанға сататынбыз. Азербайжан мемлекетіне сататынбыз. Каспий теңізінің ар жағында орналасқан болғанмен. Бірақ соңғы осы 7-8 жылдың ішінде біз ол нарықтарды жоғалтып алдық десек те болады. Себебін түсіндірейін. Өзбекстан соңғы кезде өзінің диірмендерінің санын көбейтті. Тәжікстан қазіргі таңда 98%-ға ұнмен өзін-өзі қамтамасыз етіп жатыр. Қырғызстан да сондай жағдайда. Әзербайжан да сол жағдайға жеткен. Себеп өздері диірменді көп құрып алды да, Қазақстаннан біздің шикізат, дайын емес өнім, бидайды көптеп алып кетіп, сол жерден ұн жасап, өзінің ішкі нарықтарынан сатып, бізді шығарып тастады десе де болады. Мүмкін болғанша сыртқа шикізатты
бидайды мүмкін болғанша аз жіберсе, ұн күйінде біз көбірек жіберсек деген сондай мәселені көтеріп отырмыз. Енді көп ағаларымыз, әсіресе бидай өсіретін болмаса жаңағы бидай экспортымен айналысып келатқан жаңағы алпауыт компанияның холдингтерінің басшылары бізге айтуы мүмкін. Жарайды, біз бидайды сатпайық шетелге. Өздерің аласыңдар ма деп. Алуға күшіміз жетеді. Сол өзбекке сен бидай сатпай қойшы. Келіп біздің Қазақстанның ұнын алады. Сол тәжік пен қырғызға да сатпай қой. Олар да келіп алады. Дайын күйінде ұнды алады. Басқа алатын жері жоқ. Ал енді біраз қазір пікір таластар туып жатыр. Біз егер бидай бермесек, олар Ресейден алады деп. Иә, Ресейде бидай көп. Бірақ біріншіден Ресейдің бидайының сапасы бізден төмен. Екіншіден Ресейден бидайды тасу үшін бұл оңтүстік көрші мемлекеттеріміз біздің территориямыздан өтеді, транзит өтеді. Ол транзиттік жол ақысын бәрін есептегенде, ол бізден алған дайын ұннан алып барған шикізат бидайы қымбат болып шығады. Сол себептен біз нақты сеніммен осындай шара қолдансақ деп айтып отырмыз. Әр мемлекет өзінің бір өнімімен мақтанады. Француздар мысалы өзінің шарабымен мақтанады. Шотландтықтар вискимен мақтанады мысалы. Енді біз Қазақстан өзіміздің ұнымызбен мақтанамыз. Мысалы, біздің ұнымызға ешқандай қоспа қосып керек жоқ. Табиғи таза өнім. Көп жағдайда жаңағы ашытқы да қосып керек жоқ. Өзі сондай жаңағы несі жоғары сапасы. Ол енді біздің жерімізге, елімізге, халқымыздың маңдайына біткен бір бақ десе де болады. Дүниенің қай мемлекетіне барсаңыз да, Қазақстанның ұны десеңіз, ол номер бірінші болып тұрады. Оған ешқандай рекламаның керегі де жоқ. Жақсы ұнды көрсе, бұл Қазақстанның ұны дейді. Шынын айту керек, осы қазіргі бізбен жұмыс істеп отқан 100% мысалы сатып алушылардың осы 7 жылдың ішінде біз ғаламтордың арқасында, күндіз-түні жұмыс істегеннің арқасында, жарнама жасағанның арқасында, мынау жаңағы әлеуметтік жаңағы желілер, Facebook бар, Instagram бар, көп қой өзі жаңағы түрлері, Twitter бар деген сияқты. Солардың арқасында қазір біз 70% жаңадан алушыларды осы 7 жылдың ішінде біз сол интернет арқылы таптық. Бір мысал айтайын, кеше осында Ауғанстаннан бір кәсіпкер келді, ұн аламын деп. Бірінші рет хабарласты, келді, күтіп алдым, осы жерде отырып, екеуміз шай ішіп, әңгімелесіп. Енді бұл оңтүстіктің халығымен жұмыс істегенде олар саудаласуды жақсы көреді, саудаласып отырмыз, ұнның бағасын. Сонда айтады, біз екеуміз доспыз ғой, сен маған ұнды арзан бер дейді. Мен айтам, қалай біз сізбен доспыз? Мен сізді өмірімде бірінші рет көріп отырмын ғой деп. Сөйтсем айтады, екеуміз Фейсбукта дос болғанымызға 2 жыл болды ғой. Мен сол сізді Фейсбуктан көре, әбден сенімге ие болдыңыз. Сонымен мен Ауғанстаннан келіп сізден ұн алайын деп, шешіп осы жағдаймен келіп отырмын деп келіп отыр. Міне интернеттің, ғаламтордың күші құдіреті қайда жатыр. Осыдан кейін есептей беріңіз. Бірден осындай кабинетке отыра қалам, директор болам деп ешкім армандамай ақ та қойсын. Жаңадан кәсіппен шұғылданамын деген жастары болсын, үлкен кісілер болсын. Ол кісілерге айтар бір ақылым, тәуекелді болу керек, қорықпау керек. Көз қорқақ, қол батыр дейді біздің қазақ атамыз. Содан кейін нақты бір бизнес жоспар болу керек. Жоспарсыз болмайды. Ақылдасу керек, сұрау керек. Келісіп, пішкен тон келде болмайды дейді қазақ. Бизнес план болу керек. Ол планды іздеп бір жерден жүгіріп те керек жоқ. Міне біздің ұлттық кәсіпкерлер палатасы сол жерге барса, сол жерде маркетологтар бар. Соның бәрін көрсетеді, үйретеді, есептеп береді. Қандай бір кәсіппен шұғылданғым келеді деп барса, осы салада
әлі де толықтай қамтылмаған, әлі де кеш емес, осы жұмыспен, осы бизнеспен айналыссаңыз болады деп, ол кісілерге білген ақылын көрсетеді және нық аяғына тұрғанға дейін ол кісілер көмектесіп те тұрады. Мысалы, міне біз бизнестің арқасында көп шетелдіктер келеді. Міне қазір қытайлықтар келіп жатыр. Әттең мен Қытай тілін білсем қазір айына 3 вагон емес, мүмкін 300 вагон сатар едім. Жастарға айтарым, тіл біліңдер, тіл үйреніңдер. Ерінбей еңбек етсін, сонда бизнес те болады, бәрі де болады. Шыңдарға да шығады, асуларды да асады, белестерді де бағындырады.